Барлық киносүйер қауымға сәлем. 2004 жылы шыққан «Мектеп махаббаты» жайлы «Соседка» фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Хан кино каналы сіздермен бірге. Арнада тек қана үздік фильмдер мен сериалдар. Қазақша контентті қолдау мақсатында арнаға жазылыңыз, және сіз әрқашанда не көру керектігін білетін боласыз. Фильм «Мектеп бітіру» альбомына арналған фотосессиядан басталады. Онда оқушылар өздерінің ең жарқын сәттерін еске алады. Мұнда мектеп өмірінен есте қалатын ештеңе жоқ екенін түсінетін басты кейіпкер Мэтью Кидманды көреміз. Жігіттер сыныптастарын жағажайға кетіп бара жатқанын терезеден көріп, Мэтью достарын олармен бірге баруға шақырады. Бірақ олар бұл ұсынысты қабылдамайды. Үйге келсе, ол көрші үйдің жанынан жаңа көлікті байқайды. Үйге кірсе, ол достарымен отырған ата-анасын көреді. Олар Мэтьюдің беделді университетке түсуін талқылап отыр екен. Кешкісін қоқыс шығару үшін көшеге шыққан кезде ол көліктің жанынан айдай сүйкімді қызды көреді. Ол досы Элайға қоңырау шалып, көрген қыз туралы айтып жатыр. Әңгіме үстінде терезеден қарама-қарсы үйге қараса, сол қыз шешініп жатыр екен. Киімнің барлығын дерлік шешіп тастаған кезде, облом! Бір сәтте ол қыз оны байқап қояды. Ол терезенің астына тығылып қалады. Кетті ғой деп қараса, қыз жарықты өшіріп, үй жағына келе жатқанын көреді. Хана тебе. Ол есіктің қоңырауын басып, ата-анасымен сөйлесе бастайды. Ата-анасы Мэтьюді төмен түсуге шақырады. Ол түскенде ата-анасы оны көршісі Дэннимен таныстырып, оның Лос-Анджелестен тәтесінің үйін қарауға келгенін айтады. Ата-анасы Мэтьюге қаланы көрсетуді ұсынады. Олар көшеде келе жатып, Дэнни кенеттен көлікті тоқтатып, Мэтьюден оған сығалап көргенін ұнады ма деп сұрайды. Ол сылтау айтып кешірім сұрай бастайды. Дэнни оған кешірімді қалтаңа салып қой деп, оны шешінуін қалайды. Ол бас тартады. Бірақ келесі көріністен автокөліктің алдында жалғыз трусимен қалғанын көреміз. Дэнни трусиді да шешуді талап етеді. Сол кезде ол газды басып, трусиын алып, әрі қарай кетіп қалады. Мэтью қасқа құтқару шеңберінің артында тығылып, жол бойымен келе жатыр. Дэнни оның қасына келіп, оны көлікке отырғызады. Олар кафеге барып, Мэтью одан адамдарды шешіндіріп азаптамаған кезде басқа немен айналысатынын сұрайды. Ол жұмысын тастап, барлығын басынан бастағысы келетінін айтады. Дэнни қағазға қыздың суретін салып, оған ұсынады. Содан кейін ол оның жігітін бар жоғын сұрайды. Оған Дэнни жоқ деп жауап береді. Кафеден кейін олар үйге келгенде Мэтью тормоз не айтарын білмей қызға қайырлы тілеп машинадан түсіп кетеді. Мэтью достарына Дэнни туралы әңгімені жіберіп жатыр. Сабақ кезінде ол терезеге қараса, мектеп жанынан Дэнниді көреді. Ол Мэтьюге сабақтан қашып кетуге ұсыныс тастайды. Ол ойланбастан мектептен шығып, оның көлігіне секіреді. Дэнни оған оның артынан жүруін айтып, оны бір үйге апарады. Ол бейтаныс аулада бассейн жанында шешініп жатыр. Мэтью Дэнниді көндіре бастайды. Бірақ оның жалаңаш екенін көріп, ол да киімін шешіп бассейнге кіреді. Олар сүйіскелі жатқанда, тағы да облом! Шамдар жанып, олар мектеп директорының бассейнде жүргенін көреді. Олар секіріп қашып кетеді. Негізі Мэтьюге облом деген ат жарасатын сияқты. Үйдің қоңырауы шалынып, Мэтьюдің достары есікті ашса, вайя! Қыз барлық жері су болғанын айтып, үйге кіруіне рұқсат сұрайды. Брат, тряпка вещь, Дэннидің ана жерін айналдырып сүрт жүрейін. Кейін барлығы бір жерге вечерге барады. Барлық назар оларда. Олардың қасына сыныптасы Мэтью Хантер келіп, Дэнниге сусына келуді ұсынады. Осы кезде тағы бір жігіт Мэтьюді шетке тартып, оған мына жерден қашып кетуін талап етеді. Бірақ Мэтью красава, тасағы бар жігіт екен, ол Дэнниді сүйіп алады. Мэтью мектепте келе жатса, оған Элай жүгіріп келіп, оны мектеп студиясына апарып, Дэннидің қатысуымен ересектерге арналған фильмдердің таспасын көрсетеді. Кішкене бөлігін қараған соң Мэтью бұрылып кетіп қалады. Элай оның артынан жүгіріп келіп, оны мотельге апарып, оны тартып жіберуіне кеңес береді. Бірақ Мэтью оны шынымен жақсы көретін айтады. Ол үйге келіп, дәлізде анасы мен Дэнниді көреді. Олар оның шегол болған кездегі ескі суреттерін қарап отыр екен. Бірақ оны көргенде видеодағы көрініс есіне түсіп кетіп, айқайлайды. Олар көлікте келе жатып, досын кеңесі бойынша ол оған мән бермей, оны мас қылмақ болады. Мэтью мотельге жетіп, бөлмені жалға алуды ұсынады. Дэнни оған келісім береді. Дэнни бөлмеге кіріп, төсекке жатып, шешініп, ол өзін ересектерге арналған киноактрисасы сияқты ұстай бастайды. Мэтью неге бұлай істегенін сұрағанда, сенің қалауың осы емес пе деп жауап береді. Дэнни мотельден шығып кетеді. Мэтью оның артынан жүгіріп барып, неге оған бұл туралы айтпағанын сұрайды. Ол оған оның қалай махаббатпен қарағаны ұнағанын айтып, кетіп қалады.
Дэнни кеткеннен кейін біз Мэтьюдің өмірін бір сарынмен өтіп жатқанын көреміз. Кейін Мэтью Дэннидің үйіне келіп, фильмді көріп, басынан айырылғанын, ол үшін ең басты адам екенін айтады. Бірақ сол кезде бөлмеден шығып келе жатқан басқа жігітті көреді. Дэнни бұл туралы кейінірек сөйлесуді сұрайды. Мэтью үйден шығып бара жатқанда ана жігітте бірге шығады. Ол өзін Келли деп таныстырады. Мэтью олардың кездесіп жүргенін айтады. Содан кейін Дэнни үйден шығып, олардың кету керектігін есіне салады. Келли Мэтьюдің қарсылығына қарамастан олармен бірге жүруге шақырады. Ол стриптиз клубына баруға келіседі. Столикке отырғанда Мэтью олардың бір-бірін қайдан танитынын сұрайды. Ол Дэннидің продюсері және бұрынғы жігіті болып шығады. Олар көшеде келе жатып, Келлидің мектептегі қыздармен қалай сөйлесіп жатқанын көреді. Оларға жақындап, олармен таныстырады. Олар Сэм Нангтың келуі үшін ақша сақталатын банкке барады. Алдымен Сэм Нанг кім деген сұраққа жауап берейік. Ол Вьетнам елінде тұратын вундеркинг, қазақша айтсақ, ақылы асып жатқан жігіт. Мэтью Сэмнің келуі үшін ақша жинаумен айналысып жүр. Мэтью Келлиді мектеп мұғалімі ретінде таныстырады. Үйге келгенде Дэннидің көлікте отырғанын көреді. Олар фестивальге Вегасқа кетіп бара жатыр екен. Содан кейін Мэтью Дэнниден бұл өмірді ұмытып, оны жақсы өмір бастағысы келерін есіне салады. Бірақ Дэнни кетіп қалады. Мэтью, Элай және Клитс кафеде отыр. Мэтью оның артынан Вегасқа ересектерге арналған кинофестиваліне баруды шешеді. Олар ішке кіргенде подиумнан Мэтью Дэнниді байқап қалады. Ол көпшіліктің арасынан өтіп, бәріне кінәлі екенін айтады. Ол оған қарап, сахнадан шығып кетеді. Мэтью оны қуып жетуге тырысады, бірақ ол оны жалғыз қалдыруын айтады. Элай мен Крис залда отырғанда, олардың қасына актрисалардың бірі отырады. Осыны пайдаланып, Элай өздерін режиссер екенін айтады. Элай қызды өз фильміне түсуге ұсыныс тастайды. Содан кейін қыздың досы бұқа келіп, олардың режиссер екенін біліп, қызының жұмсақ жерін ұстап көруге кеңес береді. Элай тармай істеді, бірақ Клитс ұстап көреді. Бірақ күзетші оларды бұрын көргенін айтып, олардың жай ғана мектеп оқушылар екенін айтады. Олар қашып шығады. Мэтью Дэнниге суретін береді. Таңертең ол өз бөлмесінде басы салбырап отырғанда, біреу есікті қағады. Қараса, Дэнни екен. Мэтью Дэнниге қандай ақмақ болғандығын айтып, оны кешіруін сұрайды. Осы кезде плюс пен минус жабыса кетеді. Мэтью Дэнниге кешке балға бірге баруына ұсыныс білдіреді. Дэнни ұсынысын қабылдайды. Мэтью сабақта отырған кезде есіктен Келлиді көреді. Ол сыныпқа кіріп, Мэтьюді желкесінен жеті түйіп, оны сыныптан алып кетеді. Олар мектептің парковкасынан өтіп бара жатқанда, мектептің бетке ұстар оқушыларының біреуі Келлиге қарай екі жаман сөзді атып жібереді. Келли олардың біреуін лақтырғанда, қалғандары жоқылып кетеді. Ол Мэтьюді қаладан алып шығып, оған қарыз екенін айтып, бетінен ұрады. Кейін одан кешірім сұрап, обезболивающий дәрі береді. Олар орманда келе жатып, Хьюганың одан идеясын ұрлап кеткенін айтып, сол үшін алған ұтысы 12 болу керектігін және оны ұрлап кетуін талап етеді. Кейін үйге кіргеннен кейін екеуі екіге бөлініп, Келли үйден шығып, полицияға звондайды. Статуэтканы ұрлап бара жатқанын Хьюга көргенде, ол қашып шығады. Олар үйге келгенде, Келли берген таблетка қудыртатын дәрі болып шығады. Ғимаратқа кіргенде, Дэнни Мэтьюден көп сөйлемей, өзіне назарын аудартпауды сұрайды. Бірақ оның қуып жүргенін барлығы байқап қояды. Өзінің қарсыластарын үстеліне барып, кудряшка қызды шылп етіп бір сүйіп алады. Артына мектеп директорын құшақтап, онымен билейді. Осылай қуып жүргенде Мэтьюдің сөйлейтін уақыты келеді. Ол қағазында жазылғанды оқи алмайтын түсініп, қағазды лақтырып, импровизировать етіп, қошеметке бөленеді. Бірақ та стипендияны ала алмайды. Келесі күні Сэм Нангтың келуі үшін жиналған ақшаны алу үшін банкке келгенде, Келлидің оларды алып кеткенін біледі. Мэтью Дэнниге келіп, не болғанын айтып береді, және ақшаны қайдан табу керектігін айтады. Сосын ол Элай Клитске барып, өзінің жоспарын айтады. Дэнни мен Мэтью аэропортта Дэннидің ұзын аяқты құрбыларын қарсы алады. Сосын Хьюгаға оның наградысын апарып, егер жоспарлары шықса, ақшаны бөліп алуға келіседі. Мэтью Дэннидің үйіне келіп, Элай мен Клитсқа норм қыздарды көрсетеді. Мектепте барлығының назары оларда, өйткені олардың қасында андай қыздар ғой. Мэтью Дэнниге мектеп оқушылары келіп, ана қыздармен таныстыруын сұрайды.
Олардың өтінішіне Мэтью оларға үлкендерге арналған киноға түсуге ұсыныс тастайды. Жігіттер не істейді? Дұрыс, келіседі. Мен де келісер едім. Оларды түсірілім болатын жерге алып келеді. Олар мектептің ана кабинетінен мына кабинетіне жүгіріп, терлеп жүріп кино түсіреді. Артынан выпускной бітіп, Мэтью мен Дэнни қызыл кекспен жаман айналысады. Таңертең Элай звондап, пленканың ұрланғанын айтады. Мэтью үйге келсе, стол басында ата-анасы, мектеп директоры және Келлиді көреді. Оның қолында кассета. Мэтью Келлиді оңаша сөйлесуге шақырады. Келли бұның барлығы оның идеясы екенін айтып, және кассетаны ата-анасына көрсететінін айтады. Мэтью маған бәрібір дейді. Келли кассетаны қосқанда басқа видео, жыныстық тәрбиедегі видео екенін көреді. Келли бұндайды күтпеген еді. Мэтьюдің ата-анасы мен мектеп директоры бұл идеяны қолдап кетеді. Самнан Америкаға келеді. Элай толық зал жинайтын спикер болса, Клитс мықты дебют жасап, продюсерлік студиясын ашады. Ал Мэтью болса, керемет көршісімен бірге. Арнаны қолдау мақсатында лайк басып тіркеліп кет. Келесі көріскенше.